Хасанғалиев Ескендір Өтегенұлы 1940 жылы Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауылында дүниеге келген. 1956 жылы Қазақ орта мектебін аяқтаған соң Алматыдағы Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваториясына оқуға түседі. Сырттай Шымкент қаласындағы Әл-Фараби атындағы өнер институтын бітіреді. 1963-69 жылдары Қазақ радиосында музыка редакторы, одан соң Алматыдағы мемлекеттік қыздар институтында мұғалім, Қазақ мемлекеттік радио-теледидарының эстрадалы симфониялық оркестрінің әншісі болып қызмет атқарған. Әнші-композитордың 200-ден астам әні бар. Әндері француз, қытай, түрік, неміс тілдерінде шырқалған. Оның ішінде танымалы «Әдемау», «Асылым әнім», «Асыл арман», «Келші-келші балашым», «Құтты болсын туған күн». 5 әндер жинағы жарық көрген. Олар «Асыл арман», «Атамекен», «Бозторғайым», «Өмірімнің жазы», «Ескірмеген махаббат». 1970 жылы Ескендір Хасанғалиев жастар сыйлығының лауреаты болды. 1979 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі деген құрметті атаққа ие болған. 2000 жылы жаңа ғасырға жаңа ән атты байқаудың лауреаты атанып, құрмет орденімен марапатталды. 2008 жылы Тәуелсіз Тарлан сыйлығына ие болды. Ұлы Біржан Хасанғалиевпен дуэт орындайды. Әке мен ұлдың орындауында «Ескірмеген махаббат», «Студенттер әні», «Ақ тілек», «Атамекен» көпшілікке кеңінен танымал. Біржан Хасанғалиев бірнеше жыл бойы әкесінің кеңес кезеңінде орындаған әндерін жинап, 2010 жылы 70 жылдығына орай жинақ шығарды. Әндер антологиясы деп аталатын жинаққа 144 туынды енген. Ескендір Хасанғалиевтің кеңге танымал әндерінің бірі «Атамекен». Бұл ән қазақ халқының ерекше сүйіспеншілігіне бөленген. Ән басталғанда барлық қазақ жат қайтып қосыла жөнелетін бірегей әндердің бірі. Ән 1970 жылы дүниеге келген. Әнші-композитор шетелде гастрольдік сапарда жүргенде елді сағынып, туған өлке Атамекен туралы ән жазуды қолға алады. Ұзақ толғаныстан кейін ән әуені жазылады. Әуен дайын болғаннан кейін Хасанғалиев әннің сөздерін жазуды ақын Қадыр Мырзаге тапсырады. Дайын болғаннан Республика сарайында өткен кезекті үлкен концертте орындалады. 50 жылдан астам уақыт бұрын жазылған ән бұл күнде де өз рухын жоғалтқан жоқ. Атамекен қазақ жүрегінің жырына айналған ән. Музыка өнері мен шығармашылық жолындағы қол жеткізген жетістіктеріне қарамастан, Ескендір Хасанғалиев өзінің өнер сүйер қауымын, күллі Қазақстан халқын өзінің жаңа әндерімен, тың туындыларымен қуанта түсіп, еліміздің қоғамдық өміріне белсене араласып келеді.